суды төге салмаңыз. Төге салма десе ішіп ал деген сөз емес. Ендеше жарайды, мен осы күріш жуған судың 6 түрлі пайдасын айтып беретін болайын. Бүгін алдыңғы 3 түрлі істетілу орнын айтайын. Бірінші, осы күріш жуған суменен әдетте мына беті қолды жуып берсек, мына бет қол мына терісін, нәмдігін сақтап, терінің құрғап кетуінің алдын алады. Былай айтқан кезде мына қол, мына бет терілеріңіз бір түрлі жылтырап, әдемі болып тұрады. Екіншісі, әдетте киімдерге осы май бірнеке тиіп дақ болып қалады ғой. Осыны әдетте құры сумен жусақ кетіремей қоямыз. Енді қайтеміз деген кезде өстіп дақ болып қалған киімді бағана күрішті жуған суға апарып алдымен шылап қоямыз. Bir талай уақыт шылап қоямыз. Шылап қойып, одан кейін барып алып жусақ дақ оңай кетіп қалады. Бұл екінші істетілу жолы. Үшіншісі, әйел жолдастарымыз гүл бағуға өте құмарсыздар ғой. Ерлерде де гүл бағуға құмарлар бар. Осы күріш жуған суды гүлге құйып берсеңіз, гүл жақсы өседі, одан кейін сондай әдемі болып толық